Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Шоколадтың пайдасы мен зияны. Адамзат баласы шоколад дәмін алғаш татқалы бері осымен 2000 жылдан астам уақыт өтті. Шоколадпен таныстық қазіргі Мексика аумағында басталған. Ежелгі майя үндістерінің ата-бабасы Альмек халқы какао дәндерінің ұнтағын шарап немесе сумен араластырып, ваниль, даршын, тіпті қызыл бұрыш секілді дәмдеуіштерді қосатын болған. Бұл шоколад деп аталған сусынды патшаларға, қадірлі азаматтар мен жоғары дәрежелі дін қызметкерлеріне беріп, құрмет танытатын. Ал қарапайым адамдар бұл тәттінің дәмін де татпады. Бірнеше ғасырлар бойы шоколад тек таңдаулардың тағамы болып табылды. Майя халқы да ата-бабалары секілді бейсбол добына ұқсас какао ағашының жемісін қадір тұтты. Олар бұл жемістерден ащы дәмі бар сусын дайындауды жалғастырды. Алайда ол уақытта шоколад сусыны кеңінен қолданылып, оны патшалар да, қарапайым адамдар да ішетін болды. Майя жерін жаулап алған испаниялықтардың да бұл тәттіден бас тарта алмады. Көп ойланбастан олар сусынды Еуропаға алып барды. Білімқұмар еуропалықтар ұзақ уақыт бойы бұл таңсық тағамды зерттеп қасиетін анықтады. Кейін шоколадпен ауру сырқаудың бәрін емдейтін болды. Ал сарай ханымдары біраз уақытқа дейін оны беттеріне жағып әдемілік үшін пайдаланды. Алайда уақыт өте келе, Еуропа халқы бұдан гөрі шоколадты жеудің пайдасы мол екенін түсінді. Жуырда еуропалықтар шоколадтың 500 жылдығына атап өтті. Шоколад жайлы пікірдің өзгергені соншалық дәрігерлер науқастарға аз мөлшерде шоколад жеудің денсаулық үшін өте пайдалы екенін айтып жүр. Қорғаныш қасиеті жағынан шоколадтың жасыл алма, қызыл шарап және көк шай секілді бұрыннан белгілі үздік антиоксиданттардан да күшті екені дәлелденді. Сонымен бірге бір кесек шоколадтағы калий, кальций, минералды заттар мен дәрумендердің мөлшері бір жасыл алмадағыдан да артық. Тіс дәрігерлерінің шоколад тіс жегісіне әкеп соғады деген пікірі де жаңсақ болып шықты. Зерттеулердің нәтижесінде какао майының құрамында антисептиктік әсерге ие заттардың бар екені дәлелденді. Олар эмаль қабатын бүлдіретін бактерияларды өлтіреді. Шоколадтың құрамына енетін кейбір заттардың әсерінен шоколад жүйкеге оң әсер етеді. Сол себепті бұл тәттіні жегенде көңіл күйіміз көтеріледі. Зерттеулерінің қорытындысына сенсек, америкалық аурулардың 18% күйзелістен шоколадтың көмегімен арылады екен. Десек те шоколадтың пайдалы қасиеттерімен қатар зияны да бар екенін ескергеніңіз жөн. Біріншіден, ол өте құнарлы. Шоколадтың азықтық құндылығы сары майдың нәрлілігіне бара-бар. Толықтай дерлік какао майынан тұратын ақ шоколадтың қарасына қарағанда құнарлы екенін ұмытпайық. Шоколадты жеу бет терісіне де әсер етеді. Басқа майлы тәттілер секілді ол да май бездерінің қызметін күшейтеді. Алайда бұл жеген тәттіңіздің мөлшерімен тығыз байланысты. Көптеген сынақ өткізген ағылшын ғалымдары 4 апта бойы тәулігіне 40 грамм шоколад дегенде оның теріге еш әсер етпейтінін анықтады. Ал егер күніне 250 граммнан жесеңіз, оның зияны көп болмақ. Сонымен қатар шоколад цитрус жемістері, жаңғақ пен балық секілді аллергия тудыруы мүмкін. Сондықтан дәрігерлер 6 жасқа толмаған балаларға шоколад беруге тыйым салады. Жүкті әйелдер мен бала емізетін аналардың да одан бас тартқаны жөн. Шоколадты қанша мөлшерде жеу туралы қызу дау әлі тоқтаған жоқ. Нақты мөлшері әлі белгісіз. Бірақ барлығы бірнеше текше шоколадтың немесе 2 шоколадты кәмпеттің ағзаға еш зияны жоқ деген пікірде. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.